Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дәл қазір мынау жөке ағашын, липа деп айтып жатады орысша. Сол ағашты отырғызып жатырмыз. Бұл өте әдемі ағаш. Қазір мына жанына өзінің үлкен суретін қоятын боламын. Мына жерде контейнермен келдік көшет. Бірақ мына жер бойы мында 2 метрден асады. Бірақ тұрған контейнер, яғни шелешесі, тамыр жүйесі өте кішкентай контейнерге сап қойған. Бойы 2 метрден асқандарға мына контейнер жарамай алады негізі. Өйткені мына жерде бір себебін көрсетемін. Тамыр жүйесін көрдіңіздер ме? Бір-бірін орап жатыр өздерін. Яғни тамыр жүйесінің толық дамуына жеткіліксіз, аудан жеткіліксіз болып тұрған еді. Қазір енді бұны жібереміз. Енді бұл тамырлар бір-бірін орап тұрды. Енді ары қарап жан-жағына өсу үшін мына кішкене босатуымыз керекпіз. Одан кейін көрген мәселе мынау шұқырымызды қазған. Кішкене ылдилау қылып жасаймыз. Өйткені тамырлар келіп тіке қазатын тамырлар тіреліп, өзіне қайтып кетуі мүмкін, өзіне орауы мүмкін. Жоғарыға жіберсеңіз, ылдилап жоғары көтеруі мүмкін. Ылғал іздегенде қоректі келеміз деген. Сол үшін көшет таңдаған кезде мынандай көшеттің бойымен контейнеріне сәйкес келеді. Мына жерде контейнер кішкентай тамыр жүйесін бірзақандап жинап тұрған.